Сәлеметсіздер ме, қадірменді менің оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тағы да халқымыздың даналық сөздерінен видео ұсынып отырмын. Алдымен каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыз. Өзіңіздің ой пікіріңізді қалдырсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Өзін тәрбиелей білмеген өзгеге өнеге көрсете алмайды. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Білімдінің сөзі ем, мейірімі көп, өзі кең. Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Баланы ұлша тәрбиелесең ұл, қызша тәрбиелесең құл болмақшы. Ақылды сөз қылмақ қиын, ақылды сөзді, ақылды іс қылмақ одан да қиын. Ең жақсы мектеп өмір мектебі. Мұғалімнің ең жауапты міндеті ол адамды қалыптастыру. Адамның өзін бақытсыз деп сезінуі басындағы бақытын тірлікпен алысып жүріп байқамауында. Ақылдылықпен ел биле, білімділікпен жұртты аузыңа қарат. Мінезбен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Бағалай білмеген адам бақытқа жетпейді, армандай білмеген адам мұратқа жетпейді. Саптаяқпен ас беріп, сабынан қарауыл қарама. Алатын кезде алға бозып, беретін кезде артта бұғып қалатын, алғанымен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Арзан әңгімеге құмар адам қымбат уақытын жоғалтады. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді, дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды мұны өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға. Мұқағали Мақатаев. Жастығым өтті деп не керек уайым қып, жігіттік дегенің қарттыққа дайындық. Жылама, о досым, жігіттік тәмәм деп, жыла сен қарттыққа, дайындық жаман деп. Қадыр Мырзали. Дүниенің бәрін адам болам дегендер емес, Құдай болам дегендер білдіреді. Өз тіліңді өзің үшін, өзгенің тілін күнің үшін үйренесің. Қуана білмегенге құт қонбайды, бағалай білмегенге бақ қонбайды. Ескерткіш тозса да, естелік тозбайды. Жаманның құтын қашырудың жалғыз жолы жақсының нұрын тасыту. Өткенді көксейтіндігіміз жоғалтқанымыздың көптігінен, ертеңді көксейтіндігіміз дәметкеніміздің көптігінен. Аттан ауып түскен ақырет емес, тақтан ауып түскен тақсірет емес. Ханнан артық қара бар, қылыштан артық ара бар. Кей қараның сөздері хан сөзімен парапар. Ақиқатты тек ақылды көздермен ғана көруге болады.